Салатун нария кандай тұра? Салатун нария деген сөз араб тілінде отқа қатысты салат деген мағынаны білдіреді. Салат нарияның көгі хлофитна, яғни бүлік, отын өшіруге себеп болады деп түсіндіріледі. Салауат айтып жүріп көптеген адам өздерінің жетістікке жеткендер бар, ауру адам ауруының айыққандығы бар. Және де көп салауат айтқан адамдардың түсіне Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсіне енеді дегенді білдіреді. Мұхаммед пайғамбарымыздың кейпіне ешқандай сайтандар кіре алмайды. Егер ол кісі сіздің түсіңізге кірсе, оның өзі болып кіреді. Аллахтың қалауымен бүгін сіздерге өзімнің дұғаларымның қабыл болуының үлкен бір себебін айтқым келеді. Бұл салауат. Жай ғана салауат емес, ән-нарият салауаты. Бұны ғалымдар от дейді. От сияқты лаулап жанатын салауат дейді. Неге десеңіз, себебі бұл салауаттан кейін сіздің дұғаңыз өте тез қабыл болады. От қалай тез лаулап жанады, солай дұғалар қабыл болады дейді. Мен әрбір намазымнан кейін осы салауатты айтып, кейін Юнус пайғамбардың дұғасын айтып, өзімнің дұғамды қосқан кезде қазіргі таңда әрбір дұғамның қабыл болуын көрудемін. Описанияға міндетті түрде жазып қоямын. Күнделікті бір рет болсын осы дұғаны айтып, осы салауатты айтып жүріңіз. Және де үлкен арман мұратыңызға жеткіңіз келсе, осы дұғаны, осы салауатты 41 рет айту керек. Иншаллах. Кез келген қиындықтан алып шығатын дұға. Алла Құрамда Жүніс пайғамбардың оқиғасын былай деп баяндайды. Жүністі есіңе ал. Сол уақытта ол қауымына шуланып кетіп қалды да, біздің еш оған шамамыз жетпейді деп ойлап қалды. Сонда ол қараңғылықтың ішінде кит балықтың қарнында жатып, «Е Алла, сенен басқа ешбір тәңір жоқ. Сен пәксің, шын мәнінде менен қателесушілерден болдым» деп жалбарынады. Айтқанына көнбеген еліне ашуланып, бет алды кетіп, бір кемеге отырғанда Жүніс пайғамбарды кит балық жұтады. Біз оның тілегін қабыл етіп, оның қайғыдан құтқардық. Міне, иман кетірген деді де, сөйтіп құтқарамыз деген. Әнбия сүресінің 87-88 аяттардан. Енді Жүніс пайғамбардың дұғасынан жазып беріп кетемін. Ла илаха илля анта субханака инни күнту миннас залимин. Қазақша мағынасы: «О Алла, сенен өзге құдай жоқ. Сен пәксің, шынында мен зұлымдардан болдым» делінеді. Аллахумма салли салатан камилатан ва саллим саламан тамман ала саййидина Мухаммад الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Бұл салауаттың қазақша мағынасы: «Уа Алла, біздің қожамыз Мұхаммедке кәміл салауат пен ең әдемі сәлемді жолда. Соның себебімен қиындықтар шешімін табады. Мұң қайғылар кетеді, қажеттер өтеледі, армандар орындалады, игі істер соңына жетеді. Аса мейірімді Алланың қалауымен жаңбыр жауады. Сондай-ақ әр сәтте және әр демде өзіңе мәлім. Сан мөлшерінде оның жанұясы мен сахабаларына да мейірім мен тыныштық нәсіп ете көр» деп айтылады. Мағынасы осындай. Сүйікті менің көрермендерім, егер менің осы видеом сізге ұнаса, комментарий қалдырыңыздар, қандай тағда зікірлерді айтқанымды қалайсыздар. Және менің каналыма тіркеліп, қалық көлшікті басып қойыңыздар. Алда уақытта мен көптеген видеоларды салатын боламын.